Мұхаммеджан бауырымыздың бір айтқан сөзі бар еді. Ойлануға ерінет дейді. Ойлануға ерінет дейді. Егер ойланса, ақиқатты көбісі тауып алатын еді. Сондықтан біз қарап отыратын болсақ, намаз оқымай жүргендердің ешқандай әулие болып жатқан ештеңесі жоқ. Дүниенің ақыретін артық қойып жатқан ешқандай әулие болып барған ештеңесі жоқ. Бірақ олар тек қана өздеріне үлкен зиян істеп жатқандар рас. Олар ертең шынымен өздерін бір қатты қинайтын азапқа салып қойып жатқандар рас. Әйтпесе Аллахтың кітабы Құран бір әзіл үшін түскен жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ермек үшін дін таратқан жоқ. Сол үшін және бір ақиқат бар. Кім болса ол болсын, кедей болсын, бай болсын, әйтеуір бар болсын, жоқ болсын, бәр адамның ертең барып салатын жері, ол өлім екені баршамызға аян. Шынымен осы өлімді адамдар түсінетін болса еді, соның өзі ол адамдарға Аллахты ойлауға толық жеткілікті болар еді. Сол үшін болса керек, қазақтың бір сөзінде айтады ғой: жасасаң да 1000 амал өлімге бөгет болмайды, миллионды жұтқан бұл ажал түйіліп саған қалмайды дейді. Ал енді көп адамдар о дүниеге барған кезде дозаққа түскен адамдардың өкініп айтатын сөздер болады екен. Біреулер айтады екен: «Ма ағна анни малия, халака анни султания, хузуху фағуллу, суммал жахима соллу» дейкен. Ертең бір адамдар о дүниеге барады, жәннатқа кеткен жәннатқа, кейін дозаққа қалған дозаққа, сонда амалы жоқ, дүниенің тірлігін ақыреттен жоғары қойған, бала шағасына діни тәрбие бермеген, кейін балалар соның салдарынан күнәсіға ұрынған, оның күнәсіне ортақтасқан, неше түрлі осы заманның бүлігіне түскен, арақ ішілген, жаман сөздер айтылған, ол сөздердің кешірім де сұралмаған, одан тәубе де жасалмаған өмірден өтіп кетіп жатады да, кейін дозаққа алып барған кезде сол адамдардың көбісі дінге келмеген себептердің біреусі дүниені жақсы көру еді. Бұл нәрсені кей кезде ойлаймыз, мұсылманға қатысы жоқ деп. Бірақ мұсылман да өзін зерттеп қою керек та. Исламда мал дүниені жинама деп айтқан жоқ. Үй соқпа, үйде тұрма, кәсіп қылма деп айтқан жоқ. Бірақ оны сүйме деді. Міне сондықтан пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Расул күллүл хатият хуббуд дуня», бүкіл қателіктің басы дүниені сүюде деген. Сондықтан көп адамдар сол дүниені жақсы көруден дінге келе алмай жүреді, ықылас таныта алмайды. Және де біраз адамдар билікті, басшылықты көреді, менің сөзім өтсе екен, басқалар тыңдаса екен деп жүреді, бірақ осы салдардан көп адамдар дінге келе алмайды. Сонdan адамдар дозаққа түскенде айтады екен, шырылдап жатып: «Ма ағна анни малия, халака анни султания», шындықты мойындап, маған жинаған мал-мүлкім ешқандай пайда бермеді, менен билігім кетіп қалды дейкен. Сонда Аллахтан бұйрық келеді екен: «Хузуху фағуллу, суммал жахима соллу», бұл бишараларды ұстаңдар, және кісендеңдер, бұғаулаңдар, сол күйінде дозаққа лақтырыңдар дейкен. Енді Алла сақтасын. Шынымен Аллах тағала өмірге келгенін қайта келе бермейтіні рас. Сондықтан келе бермейтініміз рас. Сонда бір сауатты өмір сүруіміз керек. Сондықтан жаңағы бауырларымыздың шынымен бағана айтып кеткен сөздерінде де, жоғарыдағы мысалы көп адамдар жаңағы Мұхаммеджан бауырымыздың айтылып кеткен сөздерінде, қазіргі айтылған сөздерде шынымен ойланатын нәрселер көп. Оны шынымен жырға түйетін болсақ, көңілге түйетін болсақ, онда қазіргі кезде орамал таққанды жеп көріп, сақал қойғанға оғаш көзбен қарап, намаз оқуды кейінге қалдырған адамдардың қандай надан екенін байқайсың да. Қандай надан екенін байқайсың, діннен қаншалықты алыс екен олардың көресіз. Сондықтан олардың маңдайдағы көзі көрмей қалғандықтан емес, олардың жүректегі көздерінің соқыр болуынан. Және айтады ғой: «Көзі соқыр адамға бал ұсынсаң итереді, дәмін татып көрген жоқ қайтеренді, келген балдан бір қасық жесе егер, 4 аяқтап өзі іздеп кетереді» дейді. Қанша бауырларымыз бар осы ақиқаттан алыс жүрген. Және сөзімізді келесі бауырымызға берердің алдында айта кетейін дегеніміз, бұл көп адамдар жаңа айтты ғой, бақыт. Жаңа Серік бауырымыз айтып кетті, бақыт деген ол жәннатқа кіру деп. Шынымен бұл өмір таусылады. Қалайсың ба, қаламайсың, бір күн жәннатқа не дозаққа кетеміз. Жәннатта мәңгіге қалады біреулер, дозақта мәңгіге қалады, Алла сақтасын. Сонда жәннатте мәңгі қылып, сонда қайғы уайым болмаған, 4 құбылаң түгел болып, сонда бір қуаныш көзің көрмеген құлаң есімен жайда болу үлкен бақыт. Ал және бұл дүниеде адамдар бақытты болғысы келеді. Бірақ бұл дүниеде бақытты болу үшін Аллах тағала міне бізге сол кітапты жіберген. Сол үшін Аллах Құран айтқан деген. Кім менің жіберген Құраныммен жүретін болса адаспайды және бақытсыз болмайды деген. Сондықтан адамдардың
кез келгенін былай шіреніп жүрген, керемет көлік мінген, керемет киім кигендердің бәрін сырты бүтін, іші түтін адамдар. Бәрінде толған қасірет бар. Біреу әйелінен таяқ жеп жатыр, біреу күйеуінен, біреу баласынан, біреудің басында әйтеуір батпан жаңағы қасіреттер бар. Әйтеуір сырт көздің алдында өзін жасырғысы келеді. Бірақ сондықтан өзіміз осы қызметте жүрген кезде қанша деген адамдардың маған кей кезде осы басына түскен қасірет жайында кедей халықтан адамдар келмейді. Кей кезде жай кедей халықтан келеді, келсе осындай мен не істеймін деген, ақыретіме не дайындық қыламын деген сөз айтады. Ал байлардан адамдар келеді, қасіретін айтқан кезде адам шынымен шошиды. Содан болса қазақ айтқан екен, қайғысыз қара су артық деген, сол кезде түсінеді екенсің да. Сонда мына бір